Жәмила. Мына котел шығара қойсаң ғой. Кәдімгі жылуы жоқ, шап-шапсың ғой, одан не керек енді? Үйіңде модысы одан гол жата бермей. Мен ішіп келіп көгетіп қойған аздай, үйем көгеліп ады. Ұят қой ертең құдан келеді ғой. Балдызан бір хабар алмады ғой, жезден бар еді деп. Шіріген бай ғой болмаса, қасына тартса болады ғой мені. Балдызың не деп көмектеседі саған? Біреудің үйінде шпакөлке тартып отсаң екен андай қылып. Онда барып аям айтатын еді, шпакөлке тартқанша жезде өзін тартайын деп. Жалқаудан не деп көмектеседі ол жалқауға? Айдай сенің жүзің, еріннің бітті құлбындай қызыл. Өшірсе. Жоқ ба? Өзіңдей бала айтып жатырсың, өзіңдей бала. Құр просмотрың жоқ, түсіре бересің. Маған қабаттасып, тамақтың жауы болдың ғой ма? Баяғылар білінбейтін еді бір өзім кезде Жәмилаға. Иттен бақпау керек итті. Бір үйді қорғаймын десең, олам тамақтың жауы болды. Уақытында да олайлық базардың қасына бір жай алып қалмаған екенбіз. Шалқайып отырып 2 миллиард деп отыратын. Қашан мына біздердің үй сносқа түсіп бұзылады екен иә? Сносқа түсумен неге үйің өзі бұзылады, кепіштер түсіп. Деман керек бала. Жинасың ана кеспит заттарыңды. Мен жинап қойған ақшам бар. Ағаш базарда Кнop магазин бар. Сөйле заттарды алдым да ремонт істе үйде. Ұста керек емес өздерің істеп, екі адамсыңдар ғой. Мен тыңдай берсе, осы уақытқа дейін қанша айтқанымды қылып жаман болдым. Тұрмыс құрайық деген, тұрмыс құрайық. Яқшы ал, Кнop магазинге бардық дейік. Неге Кнop магазин именно? Кнop магазинде себебі гипсокартонның бәрін Қазақстан бойынша магазинге тақатады. Бұл жерде ассортимент көп, көпшілік сүйеден алады, оптом ценада. Потолок пен стенаны істетсең, 100 жыл гарантия береді. Бұған не қылысың? Ол түсіндім, молодец. Ертең бараман. Сен бара котел шығар. Тоңып кеттің мен.